Сәлеметсіздер ме? Мен Ақсубаева Раушан Жұмағалиқызы, Алматы облысы Ақсу ауданы Барлыбек Сыртанов атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. 5 сынып қазақ тілі сабағы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, жақсы көңіл күйді орнату мақсатында мен сіздерді Тастар сөйлейді атты тренингке шақырғым келеді. Ол үшін бәріміз ортаға шығып, шеңбер құрайық. Балалар, өздеріңіз көріп тұрғандай, қолымда тас. Бұл жай ғана тас емес, өте сиқырлы әрі ыстық тас. Мен сіздерге қазір осы тасты беру арқылы өткен білім бойынша сұрақтар қоямын. Бұл тасты қолда ұзақ ұстап тұруға болмайды. Қолдарыңызды күйдіруі мүмкін. Сұрақтарға жауап бергеннен кейін келесі оқушыға осы тасты жылдам өткізуге тырысайық. Ендеше сұрақ: сын есім дегеніміз не? Сын есімнің қандай шырайлары бар? Сан есім дегеніміз не? Сан есімнің мағыналық түрлерін атаңыз. Зат есім дегеніміз не? Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Өте жақсы, балалар. Біз бұл тапсырманы шапшаң орындадық. Енді қолдарыңызға жалауша бердім, е? Сол жалаушаның артына назар аударайықшы. Ол жерде топ атауы жазылған: саяхат, сапар, жиһанкез. Осы топтар арқылы тез-тез топқа бөлінейік. Өте жақсы, балалар. Бүгін бізде сабақта құпия қонақ келді. Құпия қонақтың кім екенін білу үшін төмендегі сұрақтарға назар аударайық, және осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Бірінші сұрақ: ол кісіге Дала Илиадасы деген ат берілген. Ол кім? Тамаша, ол кісі Шоқан Уәлиханов. Екінші сұрақ: ол кісінің тағы басқа қандай қырларын білеміз? Осы сұрақта басқа пәннен алған білімдерімізді қосуға болады. Жарайсыңдар. Ол кісі зерттеуші, ағартушы, ғалым, географ екен, е? Өте жақсы. Шоқан Уәлихановтың қандай сапарларын білеміз? Тамаша, Қашғарияға және Ыстықкөлге сапарын біледі екенбіз. Ендеше бүгін бізде қонақта Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, шын есімі Мұхаммед Ханафия, 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Құсмұрын жерінде 10 сәуірде дүниеге келген екен. Қазақтың ұлы ғалымы, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі екен. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Әжесі бала күнінде Шоқаным деп еркелетіп айтуыменен Шоқан атанып кеткен. 1858-1859 жылдардағы Шоқанның Қашғарияға сапары ғалымдық, ағартушылық саласындағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. Қашғария ол кезде Ресей тарапынан зерттелмеген өлке болатын. Саудагер ретінде Қашғарияға құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық, саяси құрылымын зерттеп, оның тарихы мен этнографиясынан көптеген материалдар жинайды. Қашғарияға сапарынан Алтын шаһардың, яғни Қытайдың Нәнлу уәлаятының шығыстағы 6 қаласының жай атты еңбегі дүниеге келді. Бұл шығыс түрік халықтарының тарихына, әлеуметтік құрылысына арналып, сол заман ғылымының биік деңгейінде жазылған әлемдегі тұңғыш зерттеу жұмысы еді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қазақтың тұңғыш жиһанкезі, яғни бүгінгі сабағымыз Шоқан Уәлихановқа арналады екен. Сабағымыздың мақсатына анықтап көрейікші, кәне, қандай болуы мүмкін сабағымыздың мақсаты? Өте жақсы, балалар, әр баланың жауабы өте құнды. Ендеше бүгінгі сабақтың мақсатына назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсініп, анықтау, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Өте жақсы, балалар. Бағалау критерийіне назар аударайық. Мәтінді толық оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсініп анықтаймыз. Төл сөз бен төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін білеміз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырамыз. Өте жақсы, балалар. Бүгін біз Шоқан Уәлиханов атамызбен Қашғарияға білім сапарымен аттанамыз. Шоқан Уәлиханов атамыз өзімен бірге бізге тапсырма алып келген екен. Яғни осы тапсырмаларды орындау арқылы біз Қашғарияға аттанамыз. Бірінші тапсырмамыз сканерлеп оқыту. Сканерлеп оқыту әдісін білеміз, е, балалар? Яғни мәтінді мұқият оқи отырып, ішіндегі қажетті негізгі қосымша ақпараттарды есте сақтауға тырысады екенбіз. Бұл топтық жұмыс, балалар, орындау уақыты 2 минут. Мәтінді мұқият оқимыз. Өте жақсы, балалар. Енді осы мәтіннен мен сіздерге
5 негізгі 4 қосымша ақпаратты беріп отырмын. Яғни сіздер осы ақпараттарды 9 гауһар әдісіне саласыздар. Яғни 5 негізгі ақпаратты 5 үлкен гауһар тасқа саласыздар. 4 қосымша ақпаратты, яғни өздеріңіз қосымша ақпарат осы деп тапқан ақпараттарды осы 4 кіші гауһарға саласыздар. Дескрипторға назар аударайық, мәтінді толық түсінеді, мәтіннен негізгі ақпараттар табады, мәтіннен қосымша ақпараттарды табады, яғни дескрипторға сүйеніп жасауларыңызға болады. Өте жақсы балалар, біз енді бір-бірімізді бағалайық. Ол үшін асыл тас әдісін қолданайық, балалар. Маржан тас дескриптордың бір ғана талабын орындаса берейік бір-бірімізге. Жақұт тас дескриптордың 2 талабын ғана орындаса берейік. Гауһар тас дескриптордың талабын толық орындағанда беріп бір-бірімізді бағалайық. Тамаша балалар. Келесі бізде зымыран әдісі. Бұл жеке жұмыс. Зымыран деп атында тұрғандай, бұл тапсырманы шапшаң әрі жылдам орындауға тырысайық. Бұл тапсырмада сіздерге 5 төл сөз берілген. Осы төл сөзді 3 минуттың ішінде төлеу сөзге айналдырып жазу керек. Тапсырманы орындамас бұрын төл сөз дегеніміз не? Соны еске түсірейікші. Төл сөз дегеніміз не? Төл сөз дегеніміз бөгде біреудің сөзін бұлжытпай, сол қалпында айтылған сөйлем түрін айтады екенбіз. Төлеу сөз дегеніміз не? Төлеу сөз дегеніміз бөгде біреудің сөзін өз сөзінде өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айту екен. Тамаша, ондай болса төл сөз бен төлеу сөзді есімізге түсірдік. Енді төменде берілген 5 төл сөзді төлеу сөзге айналдырайық. Жақсы, тамаша балалар, енді өзімізді тексерейік. Кім қандай қате жіберді, осы жерден көруге болады. Тамаша балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындыламас бұрын, біз сабағымыздың мақсатына назар аударайықшы. Бүгін біз не істедік? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіндік, анықтадық. Төл сөз бен төлеу сөз автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін білдік. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырдық. Тамаша балалар, бағалау критерийлеріміз қандай болатын? Мәтінді толық оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсініп анықтаймыз. Төл сөз бен төлеу сөз автор сөзінің жасалу жолдарын қызметін білеміз. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырамыз. Яғни осы 3 бағалау критерийменен біз жұмыс жасаған болатынбыз. Ендеше балалар, сабақтың барысында берілген жалаушаларыңызға өз есімдеріңізді жазып, егер бағалау критерийінің бірінші сатысында тұрмын дегендеріңіз, жалаушаларыңызды жолдың басына жапсырамыз. Бағалау критерийінің екінші сатысында тұрмын дегендеріңіз жолдың ортасына қоямыз, жапсырамыз. Бағалау критерийінің 3 сатысында орындадым, мен сабақты түсіндім, толығымен десеңіздер, Қашқарияның тұсына ілеміз. Өте жақсы балалар, сау болыңыздар.